Енді үшінші түсінген нәрсем дейді, адамдардың көп дүние жинағанын көрдім дейді. Адамдардың көп дүние жинағанын көрдім дейді. Соңында әлгі дүниесі артында қалып кетті дейді. Миллиард доллары бар, 10 шақты үйі бар, 10 мың жылқысы бар, 1000 сиыры бар, кеудесінен жаны шығып қалды дейді. Сосын мен Алланың мына аятын оқыдым дейді. Астағфирулла. Ма индакум янфад ва ма индаллахи бақи. Сендердің қолдарыңдағы нәрсенің бәрі жойылады. Алланың құзырындағы мәңгі дейді. Сондықтан біз қолымыздағы уақытша нәрсеге алданбауымыз керек. Сондықтан мен Құдайдың құзырындағы мәңгі нәрсеге әрекет еттім дейді. Жәннат ол мәңгі. Біздің ізгі амалымыздың сауабы мәңгі. Біз 1000 жылқымызды алып кете алмаймыз, 1000 қойымызды. Бірақ сол қойдың, сол малдың сауабын алып кете аламыз. Мысалы айтады, анау адамда 1000 қой бар, не істейді оны дейді. Ертең өлсе қалады дейді. Мен айтам, қалмайды. Ол Құдай берген 1000 қойын бірден 10 есе, 10-нан 700 есе, 700 000 қой қылып алып кете алады. Егер сол 1000 қойын Құдайдың жолына жұмсаса. Сенің алдыңда 100 қой бар. Біреу айтады, не істейді, ана 100 қойды өзімен бірге алып кете ме дейді. Алып кетеді. Еще 100 қылып емес, 1000, 7000 қылып алып кете алады. Егер Алла жолына жұмсаса. Сол секілді айтады ғой, біреудің жаңағы банкта қайтеді, ол миллиард доллары бар, банкта қалады дейді. Қалмайды. Қашан? Егер оны Алла жолына жұмсаса. Алла жолы деген кезде бізде мына бір тар түсінік бар. Мешіт, медресе. Мешітке берсең Алла жолына, мешіт салсаң, медресесің Алла жолына. Жоқ, әрбір жақсылық ол Алланың жолы болып табылады. Мектеп сал, жақсы нәрсе. Аурухана сал, жақсы нәрсе. Көпір сал. Бір бақты ек, 100 гектарға алманы екті, осыдан шыққан өнім, осы ауылдың кедей міскіндеріне тарлатып отсын деп уақыт қып кет болды. Уақыт қып кет. Яғни саған сауабы барып тұрады. Сондықтан дейді, менің көзім жеткені дейді, Құдайдың құзырындағы мәңгі нәрсеге жету болды дейді. Мен мынаны алуға ұмтылмайын. Мынаны ішіндегі суымен. Өйткені бұл уақытша. Мен мынаны Алла жолына жұмсап, мәңгі сауап алып кетейін. Көрдіңіздер, түсін алдыңыздан? Міне, ал егер біз кеудемізден жанымыз шықса, сенің жаңағы жиған дүниеңді саған бермейді ешкім. Мысалы айтайық, 1000 жылқысы бар, кісі бар. Ол қайтыс болса не істейді? Қайтыс болған күні 1 жылқы сояды, қонағасына, қазақтар. Жылына 1 жылқыны сояды. Аллаху акбар. 1000 жылқыдан саған қанша жылқы тиді? 2-ақ жылқы. Оны имекең барса, сіздің әкеңіз мешітке көмектесіп тұратын еді, мына мешітіміздің кілемін ауыстырайық, бір 10 жылқыңды сатып кілем алып бер десең, ой жоқ, жағдай жоқ дейді, жағдай жоқ дейді. Карантин болды, кішкене мал ауырды, қазір күй жоқ, жем шөп қымбат дейді. Сондықтан сен қолыңда тұрған кезде дүниең 1000 жылқың 900-ін сатта, 100-ін балаңшаған қалдырып кет. Осы сендерге жетеді, еңбектеніңдер, өсіріңдер. Енді менің 40 жыл, 30 жыл бақтым ғой, мынаны сатайын да, мен мешіт сап кетейін, медресе сап кетейін. Өзіңе жаратып кет. Сондықтан айтып жатыр, адамдардың қолындағы нәрсе уақытша,
құдайдың құзырындағы нәрсе мәк.